Сәлем, сіздермен мен Ақнұр. Бүгін Study Time'ның жаңа шығарылымы. Бұл Study Time әртүрлі күндері түсірілген. Өйткені соңғы кездері менің шынымен де жұмыстарым көбейіп кетті. Сондықтан да әр күні әртүрлі видеоларды қосып, осындай бір Study Time шығардым. Бірінші күні 27-сі болу қажет. Біз ол күні канцелярия алуға шықтық, бірақ ондай көп канцелярия алған жоқпыз. Мен қазір чек-лист жасап жатырмын. Бұл чек-листте ұбт-ға арналған деген секілді. ұбт-ға дайындығыңды жоспарлайтын чек-лист болғалы тұр. Бірақ бір қиындық болып тұр менде. Менің жасаған чек-листім PDF-ке айналады. Бірақ айналса да мен қойған шрифттер дұрыс көрінбейді. Осындай болып кетеді. Ұнамай тұр сол. Енді қазір соны қалай шрифтті сақтап қалып жазуға болатынын қарап көретін боламын. Жұмысқа тездетіп кірісіп аяқтау керек, өйткені ертең постын шығарып, уже чек-листті адамдарға тарата бастау қажет. Таңертеңнен бері сабақ оқымадым, өйткені чек-лист жасадым, одан кейін пост жасадым. Ал қазір тарих оқитын боламын. Менде кеше осы бір тақырыптарды белгілеп қойған болатынмын, қайсын оқимын деген секілді. Ал енді соны бүгін жазатын боламын. Сосын 40-шы параграф, соңғы параграф, соны оқитын боламын. Және де маған физикадан конспектілерді оқу қажет, сосын есептер шығару қажет. Болды. Мен тарихымда бірінші тақырыбын жазып болдым. Осындай ұзақ тақырып болды ол. Енді соңғы тақырып осы 40-шы параграфты жазу керек, одан кейін 8-ші сыныпты аяқтаймын.